Сәлем менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен біз тефтили дайындайтын боламыз. Құрамы фарш, күріш, болгар бұрышы, пияз, жұмыртқа, томат, тұз және бізге қажет болады ұнтақталған қара бұрыш пен қызыл бұрыш. Алдымен пияз бен бұрышты тураймыз да майға қуырамыз. Содан соң жеке күрішті суға қайнатып аламыз. Қайнатылған күрішке фаршты саламыз. Содан соң жұмыртқаны қосып, әркім қалауы бойынша тұз бен бұрышты салып араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң, біркелкі формада тефтилиімізді жасаймыз. Бастапқыда айтқандай, пияз бен болгар бұрышын қуырған суға тефтилиді салып бір қайнатып аламыз да, содан соң духовкаға саламыз. Міне тефтили де дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.